Саламатсыздар ма? Каналыма қош келдіңіздер. Ұнап жатса лайк басып қойыңыздар. Мен мына жерде қысқа лечоның қалай дайындайтынын көрсетіп жатырмын. Мына ыдыстың ішінде 10 килограммдай помидор мясорубкіден өткізілген, және осыны қайнатып жатырмын. Мен мынаның үстіне 10 килограммның үстіне бір 6-7 килограмм перец салдым, сладкий перец. Соны дайындап қайнатып жатырмын. Тек қана ингредиенттерден помидор және перец қолданамын обычно. Қақпағын жауып кішкене дайындап қайнатып аламыз. Егер переці көп десеңіз, өзіңіз 10 келіге бір 4 келі, 3 келі қосуыңызға болады. Сосын банкіге жабу үшін уксус қосамын кішкене. Бір 2 қасық уксус, столовая ложка уксус жарайды. Кәдімгі 70% уксусы. Өстіп үстіне қосып жіберем қайнап жатқан кезде. Осындай болып жайлап уже томатқа бата бастайды. Сол кезде манағы уксусыңызды қосып жіберсеңіз болады. Мына жерде де уксус. Мен жаңағы дайындап жатқан 2 ыдысқа дайындап жатырмын. Біреуі мына үлкен ыдыста 2 қасық столовая ложка уксус салдым, араластырып. Қалған дәмдегіштерді қосамыз үстіне. Мен мына жерде қара бұрыш қосып жатырмын. Қара бұрышты ұнтатып, немесе ұнтақ қара бұрыш қоссаңыз болады. Өйткені горошектар жеген кезде мешать етеді. Сондықтан осылай сразу ұнтатып жіберген жақсы дәміне қарай. Үстіне 150 граммдай шекер қосамын. Өйткені томат шекерді жақсы көреді. Және тұзды по вкусу қосамын. Соның барлығын араластырып, тағы бір қайнатып алып, осындай лечо шығады. Қыста өте дәмді, витаминный. Банкіге құйып, жақсылап жауып алсаңыз, өте дәмді салат болады. Тамаққа да, подливаға да қосуға жақсы. Енді пересі крупный болғаны өзіңізге қалай ұнайды, соны солай жасайсыз, бірақ мен өзім осылай крупный қылып жасаймын. Өйткені үйдегілер нанның үстіне жағып, үстіне қойып жейді. Міне жарты литрлік банкілерге қосып, үстіне кәдімгі 5 литрлік баклажан кесіп, соған құямын обычно. Аузы кеңдеу болған тіптен жақсы. Осылай үстіне перецін бәрін салып, жарты литрлік, 1 литрлік банкілерге жауып, банкісін закатывать етіп жауып тастаймын. Сонда қысқа лечоларыңыз дайын. Ең оңай рецепт осы деп ойлаймын өзім. Қарағандарыңызға рахмет. Жазылып, келесі видеоларда күтіңіздер. Сау болыңыздар.